Қазақ ұрпағының тұсауын кімдер кесті? Әлеуметтік желіден табылған ана. Наталка көрем десе, қарсылығым жоқ. Аян кімнен қорқуы тиіс? Я папа строгий, он должен будет бояться меня. Бесік жыры бұйырмаған балғын, қандай өнге тербел ұйықтайды? Аян менің қаламсабымдағы блокнотыма шимайлап жатыр. Не деп жазып жатсың, lan мен түсінбеймін ғой. Кел мында жаз. Келе ғой. Баба. Thank you. Про биологических родителей. Да. Аяна. Да. Что вам известно? Где они оставили? Нам дали только информацию про мать, про отца мы вообще ничего не знаем. Бізге анасы туралы ғана аздаған мәлімет берді. Ал әкесі жайында мүлдем білмейміз. Оны өмірге әкелген қыз бар жоғы 16-17 жас шамасында болыпты. 9 ай көтерген. Аты жөнін де білеміз. Бала туылған соң, бір аптадан кейін перзентханада қалдырып кеткен. Вот чего мы знаем. Дипак Джи аян өскенде оның өткені туралы оқиғаны оған жеткізуді ойласақ өзегіміз өртенеді дейді. Әлеуметтік қызметкер де туған анасының тастап кеткен туралы әңгіме баланы азапқа салатынын ескерткен. Мы не будем говорить ему, что он был брошенным. Мы будем говорить, что ты... Тастанды бала болдың деп айтпаймыз. Сен біз үшін туылғансың деп айтамыз. Анаң сені туғанда сенің бізге келетініңді білді дейміз. Жас болса да Аянның өмірін қимаған үшін, өмір сыйлаған үшін, оған өмір бойы разы болып өтеміз. Егер ол қаласа, жасанды жолмен түсік жасататын еді ғой. Соған бармаған үшін алғысымыз шексіз. Егер кейін Аян туған анасымен кездескісі келсе, қарсы болмаймыз. Әзірге ол еш нәрсенің байыбына бармайды. Өзім туралы соңғы 3 айда көп нәрсе білдім. Мен ұстаз да, ана да бола алады екем. Сабырлы бола бастадым. Аян үшін жақсы ана болуды үйрендім. Мен оған күн сайын әліпбиді үйретем. Мұрын, көз, құлақ дегеннің не екенін үйреттім. Ол да маған көп нәрсе үйретеді. Мен одан жақсылықты аямаймын. Көңіліңіз не босап кетті? Аянның туған анасына бұндай шешім қабылдау қаншалықты қиын болғанын түсінем. Анасы қазір қандай күйде жүргенін ойласам, жүрегім ауырады. Өзін өзі азаптап, қиналып жүргенін сезінем. Сол үшін көзіме жас келеді. Мен қазір Аянның қасынан 2 сағатқа кетіп қалсам, өзімді қоярға жер таппай кетем. Оған асығам, тартып тұрады мені. Ал оның анасы осынша уақыт қандай күйде жүр екен. Туған перзенті болған соң оңай емес қой. Қазақ қызына жарық сәуле сыйлаған соң қиып кете барған келіншектің де шығарға жаны болмай жырау. Бұл менің пікірім емес. Мүгедек бүлдіршінді бауырына басқан поляк әйелінің сөзі. Туған анасы оны күнде ойлайды. Өзім ана болғаннан соң мұны сезем, білем. Кейде мен оған хат жазғым келеді. Қызының аман екенін, көп ойлап қамыға бермеңіз деп айтқым келіп кетеді. Бірақ жаза алмайым, қолым бармайды. Егер ол әйел осы бағдарламаны көріп отырған болса, Наталияны көрсе, оның туған қызын бірден танитынына сенімдімін. Өйткені екеуі қатты ұқсайды. Наталка анасының аузынан түсіп қалғандай. Изабелла Брадовска хат туралы бекер айтқан жоқ. Мына қаршадай қызды дүниеге келген әйелді ол әлеуметтік желден тауып алыпты. Суретін көріпті. Алайда оған бірау сөз жазуға дәті бармай жүр. Неден сескенетінін сездірмеді. Біз Наталиді асырап алғанда ол қыз тұрмысқа шықпаған болатын. Қызымыз 18-ге толғанда қалап жатса, анасына хабар береміз. Ал мүмкін анасы келіспейтін шығар. Әзірге күте тұрамыз, бәрі алда. Ал Аянның жүрегін жараламау үшін анасының тастап кеткенін айтпаймыз деп шешкен үнділер отбасы қазақ ұланның өздеріне қандай жолмен келгенін альбом арқылы жеткіземіз дейді. Сол альбомға бәрін жазамыз. Өзін алып кеткен балалар үйі туралы, қазақ елі жайында, оның Қазақстаннан Канадаға дейінгі ұзақ сапары туралы. Аян бізге әлі көп сұрақ қояды. Неге бұлай жасады? Ол мені жақсы көрмеді ме дегендей. Енді
Бізге дейін бала асырап алған басқа ата-аналардың көмегімен, ақыл кеңесімен бұл қиындықты жеңеміз деп ойлаймын. Қанша дегенмен туған ананың орны бөлек, бірақ оны баққан, тәрбиелеген біз ғой. Біз оны жақсы көреміз. Мына тұсаукесері туралы айтып беріңізші. Things that Kazakh families do at different times. I learned about Аянның тұсауын кесіп үлкен той жасадық. Үндістаннан 40 адам келді. Бәрі Аян үшін келді. Қазақта баланың тұсауын кесу көпті көрген, жол үлкен адамға берілетін мен жақсы білем. Сондықтан Аянның тұсауын менің анам кесті. They all flew in. My mother, my father, my sister, her family. Oh my god. Okay, now you should come here. I'm recording here. Excuse me. It needs to have some Kazakh music in the back. Sorry. Okay, now you cut the string. And then yeah. Okay. Inauguration. Careful. Now you walk with You didn't need to be told. Good job. Okay. Go to Papa. Go to Papa. Mama. Good job. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. No, Papa's turn. Oh. Let him go to Here's the Papa. आजा आजा You want to turn also? Yeah. Oi, hi. Oh, we should take a picture of all. Photo. Okay, still. Mickey? Wait, I can't do. Kazakh corner. We brought a big Kazakh carpet. Тойға келген қонақтарға Қазақстанда көрген, дәмін татқан тағамдарды әзірледім. Аянды қазақша киіндіріп, Қазақстаннан киіз алғанбыз. Ырым қылып, соның үстінен жүргіздік. Тұсау кесудің барлық рәсімін жасадым. Бұның бәрін қазақтың салт дәстүрін сақтау мақсатында. Соны Аянның қанына сіңдіру үшін істедім. Really nice. Қазақтан бала алған шетелдіктердің бәрі бірдей ұлттық құндылықтарға бой бұра бермейді. Бұл жекелеген оқиғалар ғана. Үнді отбасына дейін ақшта американдық әйелдің ермек деген қазақ ұланның тұсауын кесіп, ол жіптіді әлі күнге сақтап қойғанның куәсі болғанмын. Ал Расна ханым қазақтың әдет-ғұрпын бір қазақтай ақ білет десем артық айтқандық емес. Өткен бағдарламада Қара жорғаға да қалай билейтінін тамашаладыңыздар мұндай елінің. While we were in the process of Аянды Қазақстаннан асырап алардан бұрын интернеттен қазақтың салт дәстүрлерін, ата заманнан келе жатқан жөн жоралғысын, мәдениетін, тарихын оқып білуге тырыстым. Біздің отбасымызға ұлты қазақ нәресте келді. Осылайша біз канадалық, үнділік, қазақстандық жанұя болдық. Сондықтан ұлымызға тек Үндістандағы дәстүрлерді, Канадаға мәдениетті ғана емес, қазақтың мәдени мұраларында үйретеміз. Қазақтың бір рәсімі бар, соны ғана Аянға үйреткім келмейді. Қыз алып қашу, сосын оған үйлену. Қазір бұл заңға қайшы шығар, бірақ мен білемін, бұл ескі заманнан келе жатыр. Әзілдеп жатырмын ғой сіздерге. Аянға қай ұлттың қызын алып бересіз? Қай ұлттан келін болғанын қалайсыз? Whoever he falls in love Өзі сүйген жарына үйленсе, кім болса да қарсы болмаймыз, өзі таңдайды. both want him to marry someone. Сүндетке отырғызасыздар ма? Не знаю, будем или нет. Білмеймін, ол жағын әлі ойланбадық. Бірақ тек діни тұрғыдан алатын болсақ, меніңше сүндетке отырғызбаймыз. Ал медициналық жағынан келсек, иә, жасаймыз. Неге біздің аяқ киімді киіп алған деп сұрады анасынан Натали. Байқап қойыпты. Анасы аяғым тоңған соң аяқ киім берген еді. Маған сен мамаң сыйлады. Ол әлі жөнді сөйлейді алмайды. Мүмкін туған анасы осы кемтарлығынан оны қалдырды екен. Ал поляк әйелі болса, шетелдіктерге тән философиямен пайымдайды бәрін. Мүмкіндігі шектеулі балаға ерекше күтім қажет. Бұл күні бойы талмай жұмыс істеумен бірдей деген поляк әйелі ауру балапаннан безінген адамды сол әрекеті үшін жазғыруға, кінәлауға болмайды деп есептейді. But it doesn't matter because Мүгедектігіне қарамастан бұл қыздың ішкі жан дүниесі сұлу, ол өте ақылды, өмірде көп жетістікке жетеді деп ойлаймын. Келешекте ол өздігінен жүріп кетеді деп сенемін.
Мүмкін 100% жүре алмайтын шығар, бірақ бәрі жақсы болады. Өзімнің туған ұлым бар деп айттым ғой сіздерге. Ал екінші балаң болғанда екі жағыңнан екі бірдей күн сәулесін төгіп, өміріңді шуақтандырып тұрады екен. Өзінің тастанды тағдырын арқалаған тәрізді Натали өмір бойы осы темірге сүйеніп өтеді. Наталканың жаңа қоршаға бойы өзімен бірдей. Шашының түсіне қарап, ақырын ғана менің де шашым сондай болса ғой деп әкесіне сыбырлап қояды. Артынша, жоқ, өзімнің шашымның да түсі әдемі дейді. I'm going for a walk in the glebe park. Yeah. Come on. Ayan. Enjoying the fall leaves. In glebe. Үнділік келіншек аянда көп еркелетеді екен, ал жұбайы керісінше. Я папа строгий. Әйелім екеуміз солай шештік. Ол еркелетеді, ұрыспайды оған. Ал мен қатаңдау болам. Оның ер мінезді тәртіпті болып өскенін қалаймын. Ол әкесінен қорқуы тиіс. Егер мен аян болды десем, демек болды, қою керек. Тыңдау керек. Әрине жақсы көрем, еркелетем, ойнайым. Не қаласа соны әперем. Бірақ тәртіп болу керек. Менің әкем қатал бол. Қазақтардың қандай екенін білмеймін. Бірақ бізде бұзықтық жасасаң соғатын. Why did you? Oh, you let him out. Okay. Sit, Nikki. No. Иттері де өте тәртіптөнділердің жылы үйге кіре сала кетіп қалмады. Қожайын әйелдің қатқыл үнін естіп, кілт тоқтап, орнына қайта оралды. Kazakhstan ride horse. Visit to Galachi if they have grandparents in Galachi. Salim, Kazakhstan. Мен қазақ ханшаймымын. Канадалық әйелдің көңілі неге босады? Бесіктен белі шықпаған бала неге өлім туралы ойлайды? Мен өлген жоқпын, мен тірімін. Сен менің жүрегімдесің. What is your name? Anna. Anna Dolora Musevara Eitulota. Corner. Сен туралы жазам қазір осында. Сөп сүйкімді қыз, ақ көңіл, ашық, мейірімді. Босағадан аттағаннан бізден бір елі қалмады. Жаны шығып жалпаңдап жүр. Ес білгелі өз ұлтын көргені осы болғаннан кейін де оған бәрі қызық. Біздің аузымыздан шыққан әрбір сөзге құлағын тосып елеңдеп қалады. Біз аралаған қазақ балаларының барлығы ерекше. Бірақ бұл қыздың тәтті қылығы бәрінен асып түсті. Жүзінен күлкі кетпейді. Бізді де әбден күлдірді. Ойыншықтарын көрсетіп шықты, биді де биледі, әнді де айтты, ойында ойнадық. Бізді өзіне иіріп әкетті. Түсірілім жұмыстары үшін оған бұлай істе, бұлай жүр деп айтпадық. Камераның алдында өзін өте жақсы ұстайды, қорықпайды. Бүкіл режиссерлық, сценарлық жоспарды өз ойлап тапты. Адамдарға көмектескенді жақсы көрем. Ашылып сөйлескенді жақсы көрем. Достарымды жақсы көрем. Сендер мүсінсіңдер, жүресіңдер. Мен бұрылғанда қатып қалу керексіңдер, сол орындарында. Stay for 10 minutes.
Oh. Best friends forever. Сендер мына нәскиді бір-біріне бересіңдер. Мен қарап қалғанда, нәскиді мен тығып қоясыңдар. Қазір мен ән айтам. Қайда жасырдыңдар, а? Күшті жерге мен таппайтын жерге тығып қойдыңдар, я? Жарайды. Мен қазір кімде екенін көрсетемін. Good job, buddy. Good job. Маған қазақтарды жіберген үшін рахмет. Мен сендерді жақсы көрем, достарым. Біз саған не шынаймыз? Өйткені сендер мейірімдісіңдер, сендер қазақсыңдар. Асырап алған анасы Анна деп атапты бұл қызды. Қазақша есімі Диляра, тегі Рамазанова. 1-ші сыныпта оқиды. 1 жасқа 1 ай толмай тұрғанда алматысын қиып кете барды Канадаға. Өлең айтайыншы? You put your antlers in, you put your antlers out, you put your antlers in, and you take it all about. You do the rainy pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your right hoof in, you put your right hoof out, you put your right hoof in, and you shake it all about. You do the rainy pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hoof in, you put your left hoof out, you put your left hoof in, and you shake it all about. You do the ranger folky and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out, you put your whole self in, and you shake it all about. You do the ranger folky and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your life, fluffy tail in, you put your fluffy tail out, you put your fluffy tail in, and you shake it all about. You do the rain, the pokey, and you turn yourself around. That's what it's all about. I'd always wanted a child and I'm unable to. Өкінішке орай өзім бала көтере алмадым. Қытай мен Вьетнамға қарағанда қазақтың баласын асырап алу дұрыс деп шештім. Менің өзімнің ата тегім Ресейден, әрине қазақ елі мен орыс жұрты бірдей емес, бірақ бір-біріне жақын. Бойымда неміс және шотландықтардың да қаны бар. Бала асырап алу үшін 2 жылдай уақытым кетті. Жақындарыңыз, ата-анаңыз бұл шешімді қалай қабылдады? Бала асырап алу оңай процесс емес екенін білем. Сондықтан алғашында бәріне жариялауды жөн көрмедім. Бәрі реттеліп, Диляраны асырап алу туралы шешім шыққаннан кейін ең жақын туыстарыма, әке-шешеме, туған апайыма, жолдастарыма айттым. Олар өте жақсы қабылдап, мен үшін қуанды. Гречин Бим қазақ қызын 44-ке толғанда асырап алған. Қазір 50-ден асты. Мектепте математикадан сабақ береді. Тұрмысқа шықпаған. Менің жігітім болған, бірақ біз бір провинцияның 2 қиырына жұмыс бабымен кетіп қалғандықтан араласа алмай қалдық. Мен жұмысты карьераны таңдадым. Дегенмен қазір басқа ұнататын сүйікті адамым бар. Біз зейнетке шыққанға дейін осылай жүріп өзімізге бір үлкен үй алу үшін қаражат жинаймыз.
Содан кейін ғана бірге тұрамыз. Анна ол туралы біледі, оны жақсы көреді. Демалыс кезінде ол бізге келеді, бірге серуендеп жақсы уақыт өткіземіз. Диляра асырап алған анасының сүйіктісін тек досы ретінде қабылдайды, ал туған әкесін бір көру ол үшін арман. But usually it's when she sees people that look Asian, she wonders if they're her dad. Кей кезде көшеде баласын көтеріп тұрған ер адамдарды көргенде, менің әкем қайда деген сұрақтар қояды. Ал бір қызығы, көшеден кез келген азиат ұлтының өкілін көргенде, бұл менің әкем емес пе деп сұрайды. Себебі ол өзінің Қазақстаннан екенін ұмытпайды. Мектепте оның достары, сенің әкең қайда, неге сенің әкең жоқ деп сұрайды екен. Ал ол, неге менің әкем жоқ, менің қазақ әкем бар, ол Қазақстанда тұрады деп жауап береді екен. Содан кейін біз өзіміздің сөздік қорымызға Анна Диляраның қазақ анасы, қазақ әкесі деген сөз тіркестерін енгіздік. Туған әкем мені өліп қалды деп айтатын сияқты көрінеді маған. Сосын ол мені уайымдайды, қайғырады. Бірақ ол білмейді ғой, менің жасым 6-тан 2,5 айға асқаны. Мен әлі соншалықты кәрі емеспін, өліп қалатын. Мен бабама хат жазғым келеді. Олай жазар едім. Әке, сәлем, мен өлген жоқпын, мен тірімін. Сені қатты көргім кеп жүр. Сен әрқашанда менің жүрегімдесің. Мен ылғи сені ойлаймын. Рахмет, папа. Сенің қатты жақсы көретін қызын Диляра. Алайда Диляра әкесіне арналған хатын қандай мекен-жайға, кімнің атына жіберетінін білмейді. Туған әкесімен кездесу маңдайына жазылмағанын әлі қаршадай қыз түсінбейді. Бұл тастанды баланың трагедиясы. Ал анасы туралы мүлдем сұрамайды. Аннаға оның әкесін білу маңызды сияқты. Бала қиялда қатыгез болады екен. Мүмкін, өзіне бір қайырылмаған ананың тасбауырлығын сәбиде сезінді мекен. Мен асырап алған анамды жақсы көрем. Ол менің жүрегім. Сондай-ақ, мен Қазақстандағы мамамды да жақсы көрем. Ана отырған менің анам, ол менің жанымда. Ал Қазақстандағы анам бірінші орында. Көргім келеді, бірақ ол өліп қалды ғой деймін. Білмеймін. Канадалық мамам маған сен қазаққа қатты ұқсайсың. Сен қазақтың ханшайымысың деп айтады. Ол мені бірінші көргенде құшақтап, бетімнен сүйіпті. Ал менің туған анам, мен туылған соң бетімнен сүйді де өліп қалды. Сосын аспанға ұшып кетті. Қазір ол жұмақта. Гречин Бим қызының өткені туралы ойдан ғажайып оқиға құрап алдағысы келмейді, бүкпей шындықты айтқан. Туған анасы туралы жақсы естеліктер қалсын десе де санасында. Ақиқатты тану ауыр балаға. Бұл тәтті үйшіктерді мен, анам және апам үшеуміз жасадық. Бұл керемет. Менің бетімнен сүйші. Сүйші. Ал енді сен менің бетімнен сүй. Ерінен сүйем. Мәссаған, мен қыздың ерінен сүйіп алдым ғой. Ана Диляра өзінің өткен туралы бәрін біледі. Бірақ баланың жүрегі әлі жаманның не, жақсының не екенін, қатыгездіктің қандай болатын әлі сезбейді. Nose.
Papa. 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 Ini kan baby. Dada. Ini kan baby. Twinkle, twinkle, kering. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder. Үнділер үйінде Аянның қазақ екенін ұмыттырмайтын барлық дүниелер жиналған. Ұлттық ою-өрнектер бедерленген көрпе жастықтар, қамшы, тағы да басқа ұлттық бұйымдарды көрдім. Мемлекетіміздің атауы жазылған бұл киімдерді Аян 9-ға толғанша киіп тоздырады. Әр туған күнде сыйға беру үшін Қазақстаннан арнайы сатып алған. Ұзақ жылдан бері бір перзентке зар болған ерлі зайыптылар қазақ ұланының ұлттық санасының сергек болу үшін барымызды саламыз деп сендіреді. Обязательно. Міндетті түрде Қазақстанға алып барамыз. Еліне апарамыз. Бұл өте маңызды. Потом покажем. Бесік жыры деген салт дәстүрді естідіңіз, оны ұйықтатқан кезде қалай ұйықтатасыз? Ән айтасыз ба? And I sang to him when we met him. Мен оған күнделікті ән айтам. Ұйықтатқанда бір әнді айтам. Сен менің айымсың деген үндінің жыры, өте танымал үнділік ән. Аянды бірінші рет көргенде осы әнді салып едім. Қазір ұйықтарда киімін ауыстырғанда маған қайта-қайта қарап, ыңылдап осы әнді айтуымды сұрайды. So he knows it's time to sleep now. So Chanda hai tu, mera suraj hai tu, o meri aankhon ka tara hai tu, jeeti hu main bas tujhe dekh ke, is toote dil ka sahara hai tu, chanda hai tu, mera suraj hai tu. पुरवाई बनने उड़े, पंछी पवन में उड़े, राम करे कभी होके जुदा तू मम्मा। Келесі бағдарламадан көретіндеріңіз. Әйгілі Әлия Молдағұлованың Анна Диляраға қандай қатысы бар? Соғысқа қатысқан батыр қыздың есімімен аталады. Қателеспесем, Әлия Молдағұлова. Канададағы қазақ қызы Қазақстандағы капитанды не үшін көргісі келеді? Не болды десем, неғып жылап отырсың десем, қызымның дауысы әлі құлағымда тұр, түнімен ұйықтай алмадым. Полиция қызметкерінің де жүрегі ауырады. Неге сөйтеді екен, неге өйтті екен, бұл қалай болды екен? Диляраның арманы. Қас қарайғанда терезені ашық қалдырмау керек, міндетті түрде пердені жабу керек. Біздің халқымыздың түсінігі кішкентайымыздан санамызға сіңген. Бірақ біз аралаған шетелдік отбасылардың үйлерінде барлығында терезелері айқара ашық жатады. Түнде де перделерін жаппайды, не болмаса перде болмайды. Қазақтың балалары осы жаққа кеткен, шетелдіктер асырап алған. Тіпті қазақта осылай түнде терезені жабу керек деген түсінік бар екенін де білмей өседі ау.
Бірақ қазақстандық жетім балалардың елден тым алысқа ұзап кетіп жатқанның жанында бұл ұсақ түйек.